Сәлем достар, бүгін біз реестр должниковтан юрлицоны қалай тексереміз, сол жайында айтатын болам. Алдыңғы видеоларда мен физлицоны қалай тексеру керектігін толыққанды түсірген болатынмын. Реестр должниковқа кіресіздер, осындай сайт шығады. Төменгі жаққа түсетін болсаңыздар, физлицо, юрлицо деп жазылып тұр, соның юрлицосын басасыздар. Мен алдыңғы видеоларда физлицоны қалай жасау керегін көрсеттім. Мына жерге иін жазасыздар, толыққанды фамилия, имя, отчествосын жазасыздар да, найти деп, сол жерден ақпарат алсаңыздар болады. Енді қазіргі сұрақ юрлицоның қалай тексеруге болады, сол жайында болып тұр. Қазір мен көрсететін болам сіздерге. Міне юрлицоны бассаңыздар, бұл жерде бин деп шығады. Бин дегеніміз тоның бині. Осы жерге бинді жазасыздар. Төменгі жаққа найти дегенді бассаңыздар, сол жерден өзіңізге керекті ақпараттарыңызды ала аласыздар. Сізге арест немесе нотариустен, болмаса судтан қандай да бір решение шығарған болса, соны осы жерден толыққанды көре аласыздар. Юрлицоны реестр должниковтан осылай қарауға болады. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, жазып кетіңіздер.